Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның тақырыбын көргендеріңіздей, бүгін мен сіздермен убеждениялар туралы сөйлескім келеді. Жалпы убеждение дегеніміздің не деп андай айтпай-ақ қояйын, негізі былай білеміз, убеждение бұл біз белгілі бір нәрселерге сенетін заттар. Мысалы, ол негізінен қайдан туындайды? Бірінші соған тоқталайық. Біз кішкентайымыздан туылғалы бері бір определенный бір сценарийді жүріп келе жатырмыз. Яғни, мысалы, қалай жүруді біз үйрендік, біз оны басымыздан өткіздік, кейін сол арқылы біз бір жағдай қорытындылар шығардық та, міне былай жүрсем мен құламайды екенмін деген сияқты бір жағдай, бір ойларды қалыптастырдық миымызда. Немесе жаңағы көп жерде естіген мысал, ыстық шайнектің мысалы. Кішкентай бала негізінде байқасаңыздар, кішкентай балалар андай барлық нәрсені ұстап көргісі келеді. Ол адамда, яғни кішкентай балада миында анандай нәрсе жоқ та, мен мынау ыстық қой, мынау суық қой, немесе бұл қауіпті деген оның миында убеждениялар жоқ. Яғни түсінгенімізде убеждение деген ол сіздің миыңызда бір қалыптасқан ойлардың легі да, ойлардың жүйесі. Яғни убеждениялар бұл сізді сенетін бір ойлар десек те қателеспеймін. Енді мен жалпы не себепті бұл нәрсені айтып жатырмын. Қазіргі уақытта, мысалы, саналы адам, мысалы, мен жасым 20-да, мен қазір белгілі бір нәрселерді білемін да, және сол нәрселерге мен сеніп, менің ойымда, яғни бір убеждениялар бар. Мысалы, делік, білмеймін, әлемде барлық быт-шыт болып жатыр, менің қолымнан енді ештеңе келмейді, уже поздно деген, внимание, бұл убеждение, бұл факт емес. Әлемде бәрі быт-шыт болып жатуы мүмкін, бірақ бәрі быт-шыт деген ол қалай бәрі? На самом деле сіз үйде отырсыз, на самом деле бұл видеоны көріп тұрсыз, білмеймін, тыңдап тұрсыз. Егер де шынымен де әлемде барлығы быт-шыт болатын болса, сіз де быт-шыт болып отыру керек едіңіз, мен де быт-шыт болып отыру керек едім. Бірақ негізінде бәрі быт-шыт емес. Определенный нәрселер өмірде құлап жатыр, жағдай, соғыс болып жатыр. Бұл определенный нәрселер, барлығы емес. Демек, осы жерден біздің түсінетініміз, убеждениялар ол тек сіздің ойыңызда. Түсінесіз ба? Енді жаңағы кішкентай баланың мысалын, кішкентай тақырыптан ауытқып кеттім. Кішкентай бала мысалын не үшін айттым? Кішкентай бала жаңағыдай сол нәрселерді ұстап көру арқылы, белгілі бір опытты сүру арқылы ол бір убеждениялар, ойлар шығарды. Және де ол оны тез өзгерте алуы да мүмкін. Мысалы, басында ол үшін ол нәрсе қауіпті болмай тұрды да, ол ұстап көрді, ол қауіпті екенін білді. Енді ол оның ойында солай қалыптасты. Ал үлкен адамға, саналы адамға ойын өзгерту қиындау болуы мүмкін. Мысалы, жаңағы нәрсе, әлемде бәрі быт-шыт болып жатыр, енді уже поздно деген, мен айттым, убеждение дедім, Ал енді сол убеждениені қалай дұрыстау керек? Біріншіден, мен сіздерге былай айтып отырғанымды сіздер бірден түсіне қоймайсыздар. Сіз естисіз, бірақ та ол нәрсені сіз өзіңізден пока шығармайынша, сіз оны қалай айтсам екен, түсіне қоймайсыз негізінде. Енді мен сіздерге осы жерде бірден шешімін айтып кетейін, қалай істеу керек. Ең бірінші, мына нәрсеге назарыңызды аударыңыз. Негізі ми бізде, бұл енді біраз бөлек тақырып, бірақ айта кетейін, біздің миымыз өзі сенетін нәрселерді, өзі іздейтін нәрселерді ғана жан-жағынан тауып отырады. Егер де сіздің миыңыз жаман нәрселерге, негативке бағытталған болса, міндетті түрде айналаңыздан негативті тауып, сізге сол нәрсені дәлелдеп отырады. Сол себепті сізге айтарым, сіз де сол убежденияға назарыңызды аударыңыз. Ауызекі сөйлесіп отырған кезде, әңгімелесіп отырған кезде, білмеймін, достарыңызбен, мысалы, сол уақытта сөйлесіп отырғанда өзіңіздің жаңағы сөзіңізді тыңдап отырыңыз, барынша естуге тырысыңыз. Немесе, егер де ондай нәрсе сіздің қолыңыздан келмесе, осылай өзіңізді видеоға түсіріңіз де, ойыңызды айтыңыз. Кейін сол видеоны қайталап тыңдаған кезде сіз міндетті түрде бір жаңағыдай убежденияларды естіп жатасыз. Енді олар не істейсіз? Сіз аласыз да қолыңызбен, қаламсаппен, кәдімгідей қағазға, неважно ол қандай қағаз, ол жыртылған қағаз, түзу қағаз, қисық қағаз, мыжылған қағаз, бәрібір просто қағазды аласыз да, қаламмен кәдімгідей сол убежденияларыңызды жазып шығасыз.
енді ол убежденияларды жазып шыққаннан кейін әрине оқисыз да келесі жағына, келесі бетіне немесе сол убежденияны қалай басқа убеждениеге ауыстырамыз, яғни негативный убежденияны біз позитивный убеждениеге ауыстыру керекпіз. Сол кезде бізде қандай нәрсе орын алады? Біз ойымызды өзгертеміз. Біз көзімізбен жаңағы убежденияны көріп отырмыз, иә, көрдік, оқыдық, жаңағыдай шешімін, яғни басқа сол убежденияны басқа жаққа ауыстырдық та, енді біз сол келесі бетіндегі жақсы убежденияларға сену керекпіз. Ал оған сену үшін сіз сол нәрсені бойыңыздан өткізіп проживать етіп бастау керексіз. Енді әрине мен қазір оңай айтып отырмын, бірақ өзгерем деген адамға негізі ол нәрсе оңай болу керек. Жалпы сол айтқым келгені, негізі қысқа да нұсқа болса да, убежденияларыңызбен жұмыс жасаңыздар. Себебі сіздің қандай да бір жетістікке жетуіңіз, бір нәрсені бітіруіңіз, жалпы бір істі, тіпті бір жұқа кітап болсын, оны оқып бітіруіңіздің барлығы сіздің убежденияңызға байланысты. Сіз убежденияларыңызды, яғни ішкі ойларыңызды өзгертпейінше сіздің сыртқы әлеміңіз өзгермейді. Бағана айтқандай, ми өзі сенетін нәрселерді жан жағынан іздейді. Жақсы ма? Сол себепті міндетті түрде осы практиканы қолданып көріңіздер. Міндетті түрде жаңағыдай ойыңыз өзгереді. Әрине ол бір күндік жұмыс емес, бірден айтып қояйын, бір күндік жұмыс емес, иә, бір сағаттық жұмыс емес. Ол нәрсені сезіну керек, ол нәрсемен жұмыс жасау керек. Әлі де соған қатысты бір іс-әрекеттер жасау керек. Айтып кететін жайт, убежденияларды жаңағыдай ауыстырған кезде, жақсы убеждениялар жаздыңыз ғой. Енді сол жақсы убеждениялар жазғаннан кейін жан жағыңыздан сол жаңағы жақсы убежденияларды подтверждать ететін нәрселерді іздей бастаңыз. Намеренно іздеңіз, ниеттеніп сол нәрсеге іздеңіз. Бәлкім сол кезде сол жаңағы ойыңыздағы нәрселер, жаңағы жақсы убежденияларыңыз сіздің реальностіңізге айналады. На самом деле өмірде бір то есть фактически емес, статичный нәрселер өте реткі кездеседі. Негізі барлығы адамның ішкі ойынан келеді. Осы нәрсені ойланып көріңіздер. Егер пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, подписаться етіп қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Рахмет.